шапалақ ұрайық, ақ жігіт Жансая! И за удачу, и в вашем доме за полную чашу детишек здоровых, красивых, смышленных, за дедушек, бабушек, дай Бог им здоровья. Братья и сестры всегда будут и смело Не пойдет, шапалақ қайда? Лимузин, белая фата, все идет как надо, все идет так. Да, это лучшая свадьба, это лучшая пара, это лучшая песня. Вас обвенчала. Күшті қош кел. Енді екеуің шыққаннан кейін бар ғой, мен мына қыз жолдасты жалғыз қалдырмайған жерде келіңіз. Сізді шақырайын ортаға, қол соқ қошемет тұрып қояқшы. Ғашық жаным адам, билем адам, сендей болсын, сүйген адам, билем адам. Қалай? Бәрі дұрыс көз, настроением бәрі жақсы ма? Адам жынына тимей нормально билеп шық бар. Қосқа! Айтты ғой, енді кішкене кеңдеу көйлек кимейсің ба, кеңдеу? Жоқ, бір тар көйлек киіп ат, сосын жүр әлмей жүр ғой. Бүйтіп жаңағындай. Сол үшін, дінімізде сол үшін айтады ғой, кеңдеу көйлек кей деп жаңағы. Күшті ғой сонда бүйтіп, яу деп белгі бересің жаңағындай. Бүйтіндей кеусе бүйтіп, чук деп жаңағындай. Кілемге орап алған сияқты. Келіңіз, қалай өзі, настроенияңыз қалай, күшті ма? Жақсы. Той қалай өтіп жатыр? Күшті. Күшті маллади. Көре алмаушылық деген жоқ па? Жұрттың қыздары кетіп жатыр, сен әлі өтпей атсың деген сияқты. Жоқ шығар енді онда, иә? Жоқ. Ай, маладес. Қай жақтың қызсың? Бестөбе. Сен де Бестөбенің қызсың. Мә, есің кім? Гүлжиян. Гүлжиян. Мен шо, біздің ауылда Гүлжиян деген кемпір бар. Есіме түсіп кетті. Қолың жайшы, Гүлжиян, мен саған бата берейін. Мә, мынау маникюрің қалай күшті. Қазақта мақал бар, тырнағы ұзын қыздың мұрны таза болады дейді. Қазақтың мақалы ғой, я. Қолың жай, дұрыстап жай, бата ғой, бата. Я, Гүлжиян, батам болмасын саған зиян. Бақытты бол, Гүлжиян. Бұйырса сенде ұзатылып заттарымды деп жатырсың ғой, жиям. Мен саған бір батамды қиям. Қолыңды жай, март, апрель, май, тебе тоже желаю в бай. Аллаху акбар, сипа. Все, шапалақ ұрайық, болды, бағы ашылады. Сен күлме, Гүлжиян, бұл күшті бата. Кетесің, су бата, ұзатыласың, дайындал. Енді ортаға қошқар деп бұлға. Қошқардай жігіт жолдас, қосшы музыканы, а? Айда! Сиганок, это чисто любви, ты прекрасный цветок, солнце. Мезесін сақалына қарап, бұны молда деп сөйтіп өзі ойласам, сен молда сияқты емес, трайттап келеткен Волга сияқты келетсің ғой, жаңағындай. Ой, күшті. Есімің кім? Думан. Думан, қай жерін жігітсің? Жас қайрат. Жас қайраттың жігіті. Так, жас қайрат ан жақта тұрсын. Бестөбен кәдім карта қалайды, солай тұрайық жаңағындай. Енді қыздар, жігіттер, сендер шақырған себебімді айтайын. Негізі бар ғой, бір кино түсіреміз қазір, кино. Думан, вот главный рөлді сен боласың. Сен Думан деген батыр боласың жас қайраттың. Ана бір шетте тұр, примерно со жақта деп ойла. Жас қайрат столдың қасында тұр, аха. Жүрсін өзің. Мына жағы иығың ауырлау ма? Сіз Гүлжиян дедіңіз бе? Гүлжиян ба? Гүл. Дұрыс. Гүлжиян боласың, кемпір болың, Гүлжиян боласың жаңағыдай. Дұрыс қой, басында гүл болады, любой гүл түбінде күл болады жаңағы. Ол ақиқат енді өмірдің сол дұрыс. Сол периодтардан өту керек. Дұрыс па, келінжан? Қазақ айтады, келін болғанда қобалжымайтын бол, кемпір болғанда көбалжымайтын бол дейді. Екеуі де бір сөз ғой, соның бәріне жетейік. Сіз главный актриса болсын, Светті көрдің бе? Сол жақтан шығасын. Гүлжиян деген кезде сен бір өзің түсінесің, импровизация ғой жаңа. Сендер екеуің ағаш боласыңдар. Оп оңай рөл, ағаш. Вот сен қасында бір шыбық, тал құсап, әдемілеп бүйтіп тұрыңыз. Бүйтіп жаңа жел соқты дегенде дейміз бәріміз, жел соқты. Сендер жайқаласыңдар өйстіп, екеуің бүйтті, бір-біріңе енді романтиксіңдер, романтика болып, бір-біріне жайқалып, жаңбыр жауды дегенде шапалақ ұрамыз, жаңбыр жауды. Ал Бәке, образға кір, мен не айтам, соны түсініп ал, өзің түсінесің. Сен пока ұйықтап жатасың.
акцентті жатасың дегенге ғой. Жатпай ақ қойшы. Жатсың жаман екен сен. Олай жатқан бірінші рет көріп тұрмын. Бестөбенің адамдарының өзі жатқанда да жилас деп тұрады екен. Ал жарайды. Ағаштар, образға кіреміз. Ертеде ешкі жүніп өртеде, Бестөбе дейтін өлкеде Гүлжиян деген кішкентай ғана қыз бопты. Сағаттар сырғып, минуттар жылжып, Гүлжиян бой жетіп, жел соғып тұрған кезде Гүлжиян орманға серуендеуге шығады. Не істеп жүрсің сен? Не жүрсің мынау? Бөтен қой іздеп жүрсің ба? Гүлжиян, импровизация, музыканы тыңдасайшы, музыка. Қара, асықпай. Көрдің ба? Естейші, мен асықпай, қара, күліп, сен серуендеп жүрсің. Не, анжаққа не кетіп барасың? Орман деп, өзі екі ағаш тұр ғой. О жақ өзі келеді саған, уайымдама. Қара, асықпай жүру керек. Сен бейт жүрма, бейтіп, міне. Бейтіп, міне, қара, музыканы есті, қара. Қатты айтсайшы музыка, міне. Көрдің ба? Естіп. Өз-өзіңмен қуып жүресің ғой, өшім. Орманға серуендеуге шығады. Шықсай. Қолыңды бұлай нетіп, мәз боп, оңға қарайды, солға қарайды, байға шыққысы келеді. Бірақ Гүлжиянға бірде-бір жігіт ұнамайды. Сөйтіп ол екі ағашты көріп қалады. Сөйтеді да шие тере бастайды. Шие көргөздің ба сен вообще? Шие тере бастайды. Ол жидек қой, шие ағашта өседі. Мына кісі прикол ұстап отыр жерден тердеп. Шие тереді, дәмін көреді. Сүйегін түкір. Бір кезде жаңбыр жауып кетеді. Жел қатты соғады. Жаңағы Гүлжиян сасқалақтап жан-жағына қараса, күн батады. Сен деп күлмеші, сіз қорқу керексіз, страшно болу керек саған. Сөйтіп қорқып тұрған кезде алыстан бір аш қасқырдың дауысы шығады. Міне. Покормите его. Действительно аш екен. Қасқырдың дауысын көріп Гүлжиян қорқады да екі ағаштың ортасына тығылады. Сөйтеді да, деп өзін дальше импровизация. Сен бір лесниктің қызы ұқсамай, давай дұрыстап. Жоқ. Я. Әші образ жоқ қой. Құтқарындар. Қасқырдың өзі қорқып отыр, сенен бар ғой. Қойшы, жемей ақ қойшы мына қыз деп. Құтқарыңдар деген, ой, анаған бәрібір вообще әлі ұйықтап отыр. Құтқарыңдар деген дауысты анау Чабайдың ар жағындағы жас қайраттан Думан естіп қап, ұйқысынан шошып оянады. Күлмейді. Вот. Сөйтеді, киінсейші, іш киіммен тұрсын ғой. Киінет. Ремен тағат. Дапойсы ашық барасын ба, үстіңді кейіп алың. Сөйтеді да, бәрін айтам ба, саған жуынады. Тісін жуат, қызға баратсың ғой. Дәрет алады, ойнайды. Сөйтеді да, өзінің тұлпарына секіріп мінет. Ой, сен пониға мініп алдың ғой. Секіріп мінет, понимаешь, тұлпар. Уама! Шауып келет, жел, жаңбыр. Шабат, іздейді, айналып іздейді, таба алмайды. Жылқыңды ақсақ па сенің жота. Іздеп таба алмайды, қарайды жан жағынан. Вот. Сөйтеді да қасқырды көреді.
қасқырды көреді. Ай, міне мында қасқыр. Сен өзің қорқырсың ғой қасқырдан. Қасқыр, міне мынау қасқыр. Соғысады қасқырмен. Садағын алады, садақ. Атады. Сөйт қасқырды жеңет. Сөйтеді да жаңағы қыз тығылып тұрған ағаштың жанына келеді. Сен қызды басайын деп тұрсың ғой, атпен сәл алыс тұршы жаққа. Сөйтеді да былай деп айтады. Неден қорқып жатсың? Дұрыс айтасың. Неден қорқып жатсың дейді. Қасқырдан. Қасқырдан. Қасқырды өлтірдің уже. Уже дегенді айтпай ақ қойшы. Қасқырды өлтірдім. Енді не демейді? Өзің дальше мен жоқпын бұл жерде. Мені үйге апаруға құтқаршы. Мені үйімнен құтқаршы дейді. Уже мені байғалыш деп жатыр ғой. Уже үйде жүріп шашадым, үйімнен құтқаршы, мені алып кетші деп жатыр ғой. Намек тұстап саған. Иә. Ой, күліп тұршы осылай. Сен бар ғой. Қазір сен аяқ асты свет соңып қалса күлші сразу, пожалуйста, айтып таба алмай қалам сен қазір. Құтқардың дейді. Енді дальше движение көшу керексіз сіз. О, қарындас, өзің айтшы. О, қарындас. Мен қарындас принципиально емес, басқа, может 76-шы жыл шығар, қайдан білесің сен? Сіз. О, қарындас, үйге жеткізіп салайын. Бірден емес, танысу керек қой бірінші. Есіміңіз кім болады? Мен қазір қайтып келем бәрібір, өзіңдікін айтсашы сразу. Думан. Менің есімім деп. Менің есімім Думан. Менің есімім Гүлжиян. Өте қуаныштымын танысқанға. Мен де қуаныштым. Тұрамыз бен достар, қуанышымызды айтып бір-бірімізге. Движение, сіздің, сіз жігітсіз ғой, сол кино түсінсін ба қалай, мақсаты не екен бұл киноның, соған істесейші енді движение. Я демей. Артыма мінгесіңіз апарып тастайын. Артыма мінгес дейді? Атыңа ма, артыңа ма, қайда мінгестің? Атыма мінгесіңіз апарып тастайын дейді. Білмеймін. Саған тормыссын деп жатыр. Конкретно айтайын, солай деп жатыр. Қарсайшы. Машина алып келейін ғой. Мына 14-ші ғасыр қайдағы машине? Движение. Қолыммен апарайын онда. Қолмен апарайын дейді. Жоқ дейді. Сен 2030-ға дейін шықпайсың ғой мына түрмен. Сөйтіп, жігіт өзі атынан түседі. Жылқысын байлап отыр кәдімгі молодец. Ағаш ан жақта ауаға байлап жатсың ба? Сөйтіп та қыздың қасына келеді. Қолынан ұстайды. Ана қыз қолын бермейді. Бұл сонда да ұстайды. Сөйтеді да ерінен сүйіп алады. Жел, жаңбыр! Сөйтіп екеуі танысып, бақытты өмір сүрген екен. Ал екі ағаш сол Бестөбеде қалған екен. Бір шапалақ ұрып қояйықшы. Құтты болсын. Мынау расында да бұл сіздердің еткен қазақта әдемі сөз бар. Жұғысты болсын. Әркім өзінің маңдайында бұйырған нәрсебін көруге болады. Мысалы, маңдайына қараса өзі көрінеді. Сенікі нәрсәл сүртіп жүрсе көрінеді. Жаңағында негізі бұйырып тұратын нәрсе болады. Сол бұйырсын, бақыты, сен үйлен, сен ұзатыл, әйтеуір бақыттарың табыңдар. Ақ жігіт дұрыс айтып жатырмын ғой. Все, жақсы ал. Ақ жігіт, қара жігітті шығарып салайық. Рахмет. Шабалақ ұрып қояйық екеуіне. Бақытты болыңдаршы. Жастарың ұзақ, қаттырақ шабалақ. Жігіт жолдас, қыз жолдас, қошемет.